Біреудің тойы болады, біреудің бірдеңесі болады. Сол кездерде айтатын әні. Достар, достар деп. И почему-то кейін кездерде қимаймын дегенді көп айтатын болды. Ана қимаймын деген өлеңді көп айтатын еді. Енді ойланамыз ғой, сол кезде бәрі сол осы Алла тағала аузына салып тұрған ғой сол. Естелік болып қалды, осы суреттер бәрі. Астындағы жер ойылып бара жатса да, мыңқ етпейтін ауыр мінезді бір тоға адамның жай жапсарын Мырзашөлге барғанда естідім. Бердібек Жаңақорғанда өскенмен Машекеңнің жастық шағы Мырзашөлде өтіпті. Бейнет қорлығы сондай. Егіс басында жүргенде үйге шақырып келтіре алмайды екенсің. Күн-түн жұмыс деп омақасып жүргені. Таусылмайтында бітпейтін сылпың шаруа. Сондай дихандар ортасында туып өскен алғыр азамат Бердібектің де жатса тұрса ойлайтыны жұмыстың қамы. Мен оңтүстікте онымен бір апта болып облыс тараладым. Ол кезде оңтүстіктегі көп өндіріс орындары қаңтарылып тұрған. Бар медет етеріміз, қайда барсақта тырмаңдап еңбек етіп жатқан халыққа кездесеміз. Жұртшылық арасына келгенде Бердібек қалың топқа сіңіп жоғалады. Қапелімде бастығы қайсы, басқасы қайсы екенін біле алмайсың. Көз алдыма тағы Мәшекең келді. Шашын тақырлап алдырған домалақ бас. Күнге күйе-күйе әуелдегі өңін жоғалтқан дөңгелек жүз. Мыж-мыж әжімдер айғыздаған кең маңдай. Тұнжыраңқы жанар. Мақташылар қосында да, бақшашылар көркесінде де, жол жиегіндегі көп сәлемшілер де, бәрі де Мәшекеңе ұқсайды. Солардың арасында көптің аузына қарап, айтқандарын үнсіз тыңдап, үнсіз ұғып тұрған Бердібек те әкесіне ұқсайды. Енді ауылда күріштен басқа ештеңе жоқ қой. Көкеміз болса жаңа күрішті жүреді. Апамыз полевойстанда күрішшілерге сол жерде тамақ істеп беретін. Пенсияға шықты, содан көп балалы болып. 8 бала болғаннан кейін ертерек пенсияға шықты. Мен келін болып түскенде ең кішкентай бала 5 айлық бала болатын. 43-інде апам босанған соны. Кейбір өзінде мен айтатынмын, балалар дұрыс болмай жатырған ол. Сонда көкем айтады, қайда барады дейсің? Балалар қайда бармайды. Біздің тәрбиеміз осы дейді. Апаң вообще балаларға ұрыспайтын, вообще сөйлемейтін. Кейбір өзіне көкем айтыр, бірдеңе деп сөйлеп ататын, но сөйлегеннің өзінде де қатты дауыстар шықпайтын. Білмеймін. Балалардың бәрін сөйтіп тәрбиеледі ғой, содан алған үлгі шығар деп ойлаймын Бекең деді. Адамгершілік деген болады ғой, адамда адамгершілік болу керек. Бюрократ болмау керек. Бердібекте ол жоқ. Жақсыны жақсы дейміз. Кейді жаманды да жақсы салатымыз бар. Ондайдан Құдай сақтасын. Бердібек шын ниетімен айтып отқаным, шын жақсы азамат. Биік тау алыстаған сайын жақсы көрінеді деген біздің аталы сөзіміз бар. Шындығында да осы бір жыл бойы Бердібек туралы айтылған ең көп сөздің бірі ол ұлтқа, мемлекетке қызмет етудің үлгісін көрсеткен азамат осы Бердібек Мәшбекұлы деген сөз көп айтылып жүр. Ол соған лайықты азамат еді. 35 жылға жуық осы мемлекетіміздің әртүрлі жауапты қызметтерінде болып, артынан қай жерде жұмыс істесе де бір түйір жаман сөзге ергізбеген азамат. Бердібек Сапарбаев ең алдымен адам еді. Жай адам емес, адам жаным адам еді.
қоғамның басты байлығы адам, бірақ ол көптің бірі емес, ірісі ірі болғанда да қоғамды алға сүйрейтін қозғаушы қайраткері ірі бәйтерек еді. Ол бұл орайда алдындағы Нұртас Оңдасыновтың, Жұмабек Тәшеновтің, Өзбекәлі Жәнібековтің дәстүрін жалғастырушы сияқты еді. Мен Бердібек Машбекұлы менен 1994 жылы үкіметтің аппаратына жұмысқа тұрған кезде таныстым. Ол кісі ол кезде қаржы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі бөлімнің меңгерушісінің орынбасары болып жұмыс істейтін. Ол кезде енді мына үкіметтің аппаратында қазақ тілінде сөйлейтін адамдар өте аз еді. Халыққа нарықтық қатынастардың канондарын түсіндіру керек болды. Сол кезде кез келген мына экономикалық мәселелерді, мына жаңадан енгізіліп жатқан нарықтық экономиканың заңдылықтарын өте қарапайым түсіндіріп беретін. Біздің елімізге әкімдік институт 1992 жылы енгізілген болатын. Содан бері 144 адам облыс әкімі болды. Солардың арасында 5 бірде аймақты басқарған бізде Бердібек Сапарбаевтан басқа бірде бір адам жоқ. Бұл үлкен жетістік, әрі ел тәуелсіздігінің өміріндегі мемлекеттік басқарудағы елеулі оқиға деп санауға болады. Жылы қаржы жоқтығына байланысты облыстарды қысқарту басталды ғой. Сонда Қызылорда бірінші кезекте тұр екен. Жартысын мұнда Ақтөбе облысында, жартысын оңтүстік Қазақстан облысында қосып жөнді. Соны Бекен как экономист, как сол кезде облыстың әкімі өзінің барлық есеп-қисаптарын жасап, үкімет мүшелерін, президентті көзін жеткізіп барып осы облысты алып қалды. Бердібек Сапарбаев жан аяған жоқ. Басқа жұмысқа ауысқанша, обал не керек, жанын жалдап, күн-түн қатып жүріп, Қызылорда облысының мәдениеті мен экономикасын біраз жерге кеуделеп көтеріп, екі аяғына басып кетуіне көп еңбек етті. Егемендік алған алғашқы жылдары Қазақстанға көптеп біздің отандастарымыз, қандастарымыз басқа мемлекеттерден келіп жатқан. Солардың басым бөлігі осы оңтүстік Қазақстан облысына барып орналасуды қалайтын. Әрине, оңтүстік Қазақстан облысында халық көп болғаннан кейін онсыз да жұмыссыздық басым. Дегенмен, ол біздің елге келіп жатқан қандастарымыздың таңдауы болғаннан кейін осы жағдайды ескере отырып, Бердібек Машбекұлы сол қаланың сыртында коттедж қаласын салды. Әрине, мемлекет тарапынан берілетін қаражат ондай коттедж жалуға жарамайтын, сондықтан келген қандастарымыз еңсесі биік үйде отырсын деп, оларға аздап қарыз ақша бергенінде рас. Ал енді ол ақшаны қайтару үшін оларға жұмыс орнын тауып беру керек еді. Оны да ол жаңағы бір оқпен екі қоян атқандай қылып, сол салған коттедждердің барлығының алдына жылыжайлар салып берді. Облысқа Бердібек Сапарбаев келгелі, шығысқа қан жүгіріп, шырайы арта бастады. 6 ай аясында баяғыда тұруы тиіс Ұлы Абайдың еңселі ескерткішін ешкімнің күңкіл-сүңкіліне қарамай облыс орталығына асқақтатып орнатып берді. Өскеменге Абай келді. Одан соң біз келе бастадық. Бердібек Машбекұлына Шығыс Қазақстан халқының құрметі ерекше. Біздің жақта ол кісінің қайраткерлігін, аймақтағы қызметін жұрт сағынышпен әрдайым еске алады. Бердібек Машбекұлы өңір дамуының даңғыл жолын салған менеджер. Ол кісі көптеген мәселелердің төркінін дұрыс тауып, оңтайлы шешім қабылдайтын. Қазірде көптеген мемлекеттік органдардың алдында туындайтын проблемалар Сапарбаев әдісімен шешіліп жүр. Уважаемые актюбинцы, я от всего сердца
Благодарю каждого из вас за то, что вы так тепло восприняли нашу с вами общую победу. Сапарбаев – это был человек, который находился над суетой. Он мог решить любую задачу, не думая, что это задача. Для него это был ситуационный момент, потому что его смелость, его инициатива, его дерзкость, она давала ему право решать, а победители не судят. Оның өмірі бір кептегі өмір емес, күрес қай уақытта болатын болсын. Ол қай өңірге барса да күрес, барлығы жерде де солай болды. Әркім өзінің, отбасының, бала шағасының алдындағы жауапкершілігін ұмытпау керек. Осы қанша жыл жұмыс істеді, бір күнде, бір сағатта ұйықтамаған адам сияқты жұмыс істеді. Сенбі, жексенбі деген Сапарбаевтың өмірінде жоқ болған сияқты маған. Бір күннің ішінде пәлен жерді аралайды, және екіншісі бар, ол өзін көрсету емес, жағдайды білу ғана емес, шешу үшін жасалады. Сондықтан мен ойлаймын, мәселенің шешуге барынша күш салатын, және Әулие Атаға бұрын соңды болмаған бюджетті қаржылап берді. Талай дүние түзелді. Сондықтан да бұл мәселеде Сапарбаевтың еңбегі ұлан ғайыр зор, және барша адам оны былайша айтқан кезде бас киім шешіп тағзым етеді деп ойлаймын. Халықтың жағдайы дұрыс болсын деп жұмыс істедім. Енді кішкене бір нелер болса оған кешіресіздер. Бірақ ең негізгі үлкен рахмет. Қолдағандарыңызға, мына бүгін уақыттарыңызды алып келгендеріңізге. 2000 жылдардың бас кезінде Астанада көрші болды, маңдайға жазды, бұйырды. Сол кезде күн сайын сейілге шығып тұратынбыз Бекеңменен. Сонда көп әңгімелесетінбіз. Шынында да Бекең мына халық, мемлекет, билік деген үш тағанның заңдылықтарын терең меңгерген адам деп айтар едім. Осы тұрғыда Бекең қай жерде болсын, адамдардың жаңағы тіршілігін, көңіл күйін зерттеп, сол жалпы халықтың психологиясын терең білетіндігімен көзге түсті деп ойлаймын. Алғаш сәлем бере келгенімде, жаңа қызметіңізге байғазы болсын деп, өзімнің соңғы шыққан «Мәңгілік махаббат жыры» кітабымды берген едім. Әкім ғой, қолы тимейді оқымайтын шығар деп ойлап, сыпайылық үшін сыйлағанмын. Кейін шығысқа бірнеше рет келіп, Бекеңмен бірнеше рет жүздестім. Сол барған кездерімнің бірінде жақауратып, сіздердің жұмыстарыңыз ауыр ғой, кітап оқуға уақыт таба алмайтын шығарсыздар дедім. Ол кісі күлді де, мен сіздің бар кітаптарыңызды бұрын оқығанмын. Өзіңіз сыйлаған «Мәңгілік махаббат жырында оқыдым. Ол туралы өз пікірімді кейін хатта жазып жіберемін деді. Артынан арасында Бердібек Сапарбаевтан Алматыға маған хат келді. Менің ел үшін жазған еңбегіме ризалық білдіріпті. Қуанып қалдым. Бекеңнің өз кітабымды оқығанына емес, жалпылай көркем әдебиетті бағалай білетініне көңілім толды. Творчествоның адамы деуге болады. Бердібекті. Мәдениет, әдебиет жағына, ғылым жағына жақсы қарайтын жігіт. Түсінетін жігіт. Осы Бердібекпен қанша кездестім, сонша сыйластық. Осы аға деп тұрды. Сонсыз ризамын. Айтылған проблемаңды барғанда бұлжытпай орындап тұратын бір інім еді. Ұлы тұлғаларға конференция жасау дәстүрімізге енбеген кезде Қорқыт Атаға халықаралық конференция өткізді. Оңтүстік Қазақстанда әкім болып жүрген кезде Әл-Фарабидің 1130 жылдығын ауданға барып халықаралық конференция өткізді. Шығыс Қазақстан облысына әкім болған кезде Алтай түрік жұртының алтын бесігі атап адамзат баласына арналған дегендей ғажап конференция өткізді. Бердібек Сапарбаевтың феномендық ерекшелігінің өзі де осында. Шығыстан шыққан өнер адамдарын елге шақырып, өлкемізді Қазақстанның алтын тәжіндегі інжу маржаны ете білді.
Бүгінде Бердібек Машбекұлының осындай бастамаларының бірі «Туған жер алтын бесігім» жобасын қайта қолға алдық. Мемлекет және қоғам қайраткері Бердібек Машбекұлының Абай елі мен шығыс жұрты халыққа жақын, облысы дамытуда еңбегі зор әкім ретінде ұмытпайды. Ол кісінің салып кеткен жолымен елге қалтқысыз қызмет етуді жалғастыру бізге аманат. Жақсы жігіт деген сенің атың бар. Жақсыларға мақсат таулар жақындар. Мемлекеттің шаңырағын уық боп көтереді дәл өзіңдей батырлар. Сен жүгірсең, елге қарай жүгірдің. Сен жүгінсең, әділетке жүгіндің. Сен халықтың төбесінен қарамай, жүрегінің түкпіріне үңілдің. Жұмыстан кіреді, стол даяр тұру керек. Стол даяр тұрса, есіктен күліп жібереді. Мені күтіп отыр екен деп. Үйге келгенде де әйтеуір немерелер жүріп шығады, алдынан жүріп шықса жаңағыдай көңілі нетіп, көтеріліп, бір керемет болып қалады. Балалармен алданады. Қазіргі енді менің негізгі міндетім соны өзімнің еңбегімнің нәтижесін жаңағы түйген нәрселерімді мына бауырларыма, балдарыма, бойларына сіңіру. Олар да сол мен сияқты болса. Менің арманым сол осы қанша жыл жұмыс істедім, соны олар ары қарай жалғастырса. Мен балдарыма да бауырларыма айтамын, ертең сендер біздің тектің, біздің ата-бабамызға маған ұят келтірмеңдер. Бір өкініші тек қана әке-шешем қайтыс болғанда қасында бола алмадым деп, соған өкінгені бар. Енді ана балама өйтіп қарай алмадым, не балам ондай болды деп, конечно, бауыржанымыз анандай болғаннан кейін. Ол өзінше үндемей жылайды, маған көрсетпейді. Мен күндіз жылап алам, көрсетпеймін оған, кешке келгенде. Бала жоғалтқан деген өте қиын. Алматыға бір сәті түсіп барып қалған кездерде аэропортта сразу Бауыржанның басына барамыз дейді. Кейбір кезінде маған айтады, сен үйге қарай кете бер, мен Бауыржанға барып келем деп. Сағынып тұрып жүгіретін еді. Сол жерге барады да, үндемейді, отырады. Маған да айтпайды, не ойлап отқанын айтпайды. Сонда бір өкініштер болды ма, не болғанын енді мен енді түсінбеймін ғой, айтпағаннан кейін. Но сағынатын баласын, сағынады, көп сағынады. Ана кітаптар бар, фотографиялар бар. Енді менен фотографияларын бәрін алып тастады, енді жылай бергеннен кейін бәрін тап тастады менен. Өз анда-санда, видимо, қарайды деп ойлаймын да. Енді анандай көп, видите, как өзі сол Бауыржан қасына барды. Кеше 23 жылы февральда 70-ке толдым. 4 февральда бір 150 адамға шай бердім. Сонда Бекен келді семьясымен. Сөз сөйлеп, артынан осы мынау қоштасқым келмейді деген өлеңі бар. Сол мектепте жүргенде айтатын еді. Соны айтты сөзді. Как будто бізбен бір қоштасқандай болды сол кезде. Ана қимаймын деген өлеңді көп айтатын еді. Соны айтқанын жақсы көріп отырады. Бізге даусымыз жоқ болса да бізге айтқызады. Сол екі өлеңге өзі бір ерекше кейінгі уақытта мән бір сол көңіл кетіп жүрді. Сол енді ойланамыз ғой, сол кезде бәрі сол осы Алла Тағала аузына салып тұрған ғой сол. Он был как близкий родственник вот любому и каждому. Просто я хочу, чтобы все, кто смотрит, видит или услышит когда-то через время, вы должны знать, что такие личности, как Сапарбаев, ну, наверное, у них миссия на земле такая. Халықтың ортасында осындай азаматынан айырылып қалғанына өкініш өте үлкен.
Себебі ол кісі өзінің ұстаздық жолын жаңа ғана бастап, мемлекеттік басқару академиясында лекция оқып, болашақ мемлекет қызметкерлеріне өзінің тәлімін бере бастаған еді. Өкінішке орай, осы арманын толығыменен біздің Бердібек Машбекұлы іске асыра алмады. Дегенменен ол кісінің артында қай облыста болса да жасаған үлкен еңбегінің ізі қалды. Өткенде бір Алматыда анау неден светофордан өтейін деп тұрсам, бір қыз келіншек маған айтады, сіз дейді анау бұрынғы еңбек министріне қатты ұқсайды екенсіз дейді да. Сосын мен айттым, егер қатты ұқсасам не болады деймін ғой. Ол кісі біздегі Ақтөбеде әкім болып еді, сондай жұмыстар істеліп еді дейді да маған. Сосын мен егер мен сол болсам не істер едіңіз деймін ғой жаңа. Сөйтсем, ой, сізге айтайын, рахмет айтайын деп, вот сол керек адам. Ол үшін жаңағыдай сен халыққа жақын болуың керек.